17 ғасырдың екінші жартысында Тәуке хан бастаған Төле, Қазыбек, Әйтеке билер жеті жарғы заңдар жинағын құрудың қатысушылары болып шықты. Бұл сәт тарихта қазақ халқының құқықтық мемлекет құрудағы алғашқы қадамы еді. Мен Оралбеков Әмірхан Саятбекұлы 2019 жылғы Нәрікбаев атындағы Казги университетінің түлегімін. Альма-матер қабырғасында білім ала жүріп, сот жүйесінде қызмет етуді мақсат қылдым. Осы бағытта еңбек жолым Нұр-Сұлтан қаласының әкімшілік сотында тәжірибе өтуден басталды. Қазіргі таңда Қарағанды қаласы Қазыбек би аудандық сотында сот отырысының хатшысы болып қызмет етемін. Сот жүйесінде қызмет атқара жүріп, оның имиджіне сай келу аса маңызды деп түсіндім. Ол даналық, әділдік, жауапкершілік, ашықтық сияқты асыл қасиеттермен ұштасады. Билік айтсаң түзу кес, адалын айт, тиянақ көрмей жалғанды деп Шәкәрім Құдайберді атамыз айтпақшы, қоғамдық диалог, ашықтық, адамдардың мұң-мұқтажына жедел назар аудару сот саласының мемлекеттік орган ретіндегі негізгі басымдықтары. Халық сот жүйесіне сенім артуда, ал өз кезегінде сот сол сенімді ақтау мақсатында қызмет етуде. Білім алу мен салауатты өмір салтын қатар ұстау өте маңызды. Себебі ақыл-ой жұмысы кезінде сарқылған энергияны толықтыру үшін спортпен шұғылдану ауадай қажет. Дені саудың жаны сау демекші, тұрақты дене жаттығулары денсаулығымызды нығайтып, жаңа белестерді бағындыруға қуат береді. Университет қабырғасында студент бола жүріп, Польшаның Вроцлав университетінде білім алып, Америка құрама штаттарында жұмыс істеу арқылы тәжірибе жинау мүмкіншілігіне ие болдым. Осы орайда өскелең ұрпақтың алып жатқан білімдерін өз елінде ғана емес, өзге де шет елдерінде жетілдіруін дұрыс деп санаймын. Бұл өз кезегінде жастардың ой өрісін дамытып, жаңашыл ойлаудың қалыптасуына орасан мүмкіндік береді. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кештермедім. Осы өлең жолдарымен ұлы ақын Абай Құнанбайұлы білімге деген құштарлықты жастайынан тәрбиелеудің маңыздылығын атап көрсетті. Білімді жастар еліміздің жарқын болашағы.